Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді және ауызда еритін печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін маған бөлме температурасындағы сары май, қант, ұн, 2 жұмыртқа, қопсытқыш және ваниль ұн тағы керек, және кішкене тұз керек. Қыздар, өте оңай рецепт. Бұл көп нәрсені қажет етпейді. Үйдегі бар продуктіден жасауға болады. Осылай жұмсақ болып тұрған сары майымды езіп, үстіне қант қосып араластыратын боламын. Оның үстіне 2 жұмыртқамды саламын. Алдын ала араластырып алсаңыздар болады, немесе осылай сразу салсаңыздар да болады. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық май қосамын. Әртүрлі майларды қолдануға болады, бірақ иіссіз болуы қажет. Миксердің көмегімен араластырып аламын, түйіршіктері толықтай кету үшін. Оның үстіне ванилинді қосамын. Ұнымызға қопсытқышты қосып, алдын ала араластырып дайындап аламын. Ақырындап еліктен өткізіп, ұнымды саламын. Мінекей қамырым дайын болып қалды. Оның үстіне шоколад, ниез қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мінекей дайын болған қамырымызды кішкене алып, бөлшектеп, кішкентай шарик жасап, оны қантқа шылап, одан кейін барып сахарный пудраға шылап саламыз. Қантқа орағыларыңыз келмесе, оны жасамасаңыздар да болады, бірақ менің кеңесім печеньеларыңыз өте ерекше болып шығады. Және осылай дөңгелек пішінде пергамент қағазына саламыз. Дәл осылай пісіретін болсақ, біздің печеньеміз көтеріліп, өте әдемі формада пісетін болады. Қыздар, осы печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер. Себебі бұған көп нәрсенің қажеті жоқ. Және өте сүйіп жейтін печеньеңізге айналатынына мен сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер, достар. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 15 минутта пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, өте әдемі болып пісті. Менде 20 тал болып шықты. Мінекей арасы толықтай пісті. Достар, каналыма тіркеліп, келесі пайдалы рецепттер жіберіп алмаңыздар.